Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2 сыныптың қазақ тіл пәнінің 18-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің дейді балалар. Балалар, олай болса, ең бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалардың бет бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр дейді. Сиқыршы бос шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Балалар, бұндай жағдайда сендер қандай сезімде болар едіңдер? Әрине, таң қалу сезімінде болар едіңдер, е? Сиқыршы бос шабаданға мысық шығар, мысық салып, біраз уақыттан кейін ішінен күшік алып шықса, әрине біз барлығымыз да таң қаламыз, е? Яғни бұл жерде мынау белгіден біз таң қалу сезімін байқай алады екенбіз, е? Және келесі, бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Аппақ көйлегі сатпақ болып шыға келді дейді. Балалар, өздеріңді Айгүлдің орнына қойып көріңдерші. Сендердің көптен күткен туған күндерің де келіп жетті, е? Өздеріңе өте қатты ұнайтын, өте қатты жақсы көретін киімдеріңді киіп шықтыңдар. Сол кезде доп сендердің өте жақсы көретін киімдеріңе тиіп, киімдерің сатпақ кір болып шықты. Сол кезде әрине көңіл күйіміз түсіп, қатты ренжиміз немесе жылаймыз, е? Бұл жердегі бейнеден жылап тұрған бейнені көруімізге болады екен. Енді келесі тапсырма, сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорға және бағала дейді. Олай болса, мен өз нұсқамда қуану жағдаятына байланысты мынандай әңгіме құрастырып көрейін. Бүгін Айнұрдың туған күні болатын. Ол мектепке келгенде өзінің сыныптастары оны құшақ жая қарсы алады және туған күнімен құттықтайды деп ойлады. Алайда сыныптастары оны елемегендей әдеттегіше сәлемдесті. Айнұр өзінің туған күні екендігін сыныптастарының ұмытып кеткеніне өте қатты ренжіді. Ол мұңайып өзінің орнына отырғаны сол еді. Кенет сыныптастары түрлі түсті шарлармен, гүл шоқтарын алып, әндетіп, Айнұрды құттықтай бастады. Айнұр бұл жағдайға қатты қуанды. Мінекей балалар, мен өзімнің нұсқамда қуану жағдаятына байланысты осындай әңгіме құрастырдым. Сен де осылайша қуану немесе ренжу жағдаятына байланысты әңгіме құрастырып көр.